Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Мен Саттарбаев атындағы номер 7 мектеп-интернатының 9-шы сынып оқушысы Қыдырбай Айдолым. Жас Әл-Фараби ғылыми зерттеу жұмыстарының 9-шы республикалық конференциясына көзімнің қарасы көз оптикалық жүйе тақырыбын ұсынамын. Жұмыстың мақсаты косметикалық немесе сәндік тұрғыда табылатын линзалардың адам денсаулығына әсері мен маңыздылығын зерттеу. Біз қоршаған ортадан ақпаратты қалай аламыз? 70% көру арқылы, 20% есту арқылы, 10% сезім мүшелері арқылы аламыз. Көздің құрылысы түсті қабықша, мөлдір қабықша, қарашық, көз бұршағы торлы қабықтан тұрады. Қалыпты көру дегеніміз нәрсенің кескіні торламада тұрса, ол қалыпты көру. Егерде нәрсенің кескіні торламаға жетпей қалса, ол жақыннан көргіштік. Жақыннан көргіштікті түзету үшін бізге ойыс линза керек болады. Ал егерде нәрсенің кескіні торламадан шығып кетсе, ол алыстан көргіштік. Алыстан көргіштікті түзету үшін дөңес линза керек болады. Линзаның шығу тарихы 1888 жылы Адольф Фик шыны линзаны ойлап тапқан. Көру кемшіліктерін жою үшін линза мен көзілдірік қолданылады. Бірақ менің линзам ол сәндік тұрғыда тағылатын линза. Біз зерттеу жұмысын жүргізбес бұрын мектеп ішінен сауалнама алдық. Сол сауалнама қатысқан оқушылардың 10% линза тағады, 70% линзаға қызығады, ал қалған 20% линзаға мүлде ойламаған. Біз осы зерттеу жұмысына 4 ерекші қыз алдық. Оның бірі өзім. Біз ең алдымен зерттеу жүргізбес бұрын окулистке барып көзімізді тексерттік. Біз 4-еумізге де дені сау деген анықтама жазып берді. Ол зерттеуді 3 айға дейін созуды жөн көрдік. Мен 3 ай аралықта сол линзаны тағып жүргеннен күнделікті өмірде жұмыс жасап, сабақ оқып, басқа жұмыстармен айналысып жүрдім. Соны өз бақылауыма алып, осылай күнделікті толтырып жүрдік. Келесі қыз Боранбай Ақмаржан, ол өзінің кезекті тексеруіне барған кезде, оған окулист 2 көзі де -1,5 екен айтты. Ол өзінің көру қабілетін жоғалтып, көру қабілетінің төмендігін, одан кейін 3-ші қыз Арайлым. Ол өзі кезекті тексеруіне барған кезде оның көзінде қабынулар байқалатынын айтты. Және осы 4-ші қыздың жұмысы ол сәтсіз болып қалды. Бізге берген окулисттің кеңестері күнделікті тұрғыда көз жаттығуларын жасап отыру және жеміс-жидектерді тұтынуға кеңес берді. Енді мен өз жұмысымды қорытындылай келе, линзаның артықшылығынан көрі кемшілігі көп екенін байқадым. Себебі сәндік тұрғыда табылатын линзаларды тағып, көп адамдар өзінің денсаулығын құртып алуда. Ибн Синаның айтуы бойынша, өз дертін білген адам енді ауру емес деген сөзін мысалға ала отырып, өзінің сыныптастары мен құрбыларыма сәндік үшін линза тағып өздерінің денсаулықтарын құртып алмауға шақырамын. Назарларыңызға рахмет.